Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, ағайын туыс, жекжат жұрат, құрбы құрдас, аман есенсіздер ме? Қазір міне қазақтардың соғымы басталып жатыр деп ойлаймын. Себебі баяғыда әкем марқұм осы қазан айында, октябрь айында соғымын бастап кететін. Міне енді мен мына жылқының қарнынан 2,5 сағат пісірдім, былқылдап тұр міне. Жылқының қарнынан салат жасайын деп тұрмын. Өткенде өзіміз жасадық, керемет дәмді болды. Енді сіздерге жасап көрсетейін деп жатырмын. Міне енді мынау осыншама, бұл енді бір жасағанға көп болады. Қанша кило екен, қазір өлшеп көрейін. 840 грамм екен, осының жартысын ғана жасайын. Міне қымбатты көрермендер, мынаны міне солонка етіп, таяқша етіп, міне 2 сантиметрдей болады, 2-3 сантиметрдей. Осылай етіп, турап алдым жылқының қарнын. Енді мына жерде мына перецтер, бұрыштар, және 2 түрлі шөп. Укроп, шпинат деген шөп. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз біледі, қандай шөпті жақсы көресіздер, содан істей бересіздер. Енді бұл жылқының қарнын өте семіз болмағаны дұрыс. Мен біраз майын және артық заттарын, қатты құтысын алып тастадым. Мына бұрышты күні бұрын салып қойған өте жақсы екен, айтпақшы. Міне, осы бұрыш өте жақсы, дәмді. Қарынды енді сіңіп тұрсын, бұрышы салып қоямын. Тек қара бұрышты салып қойып қойдым. Мыналар дайын болғанша. Қандай бұрыш қосасыздар, және де өздеріңіз білесіздер, кәдімгі қарапайым бұрыш па, жоқ светофор бола ма, оны өздеріңіз білесіздер. Тәтті бұрышты да осылай ұзыншақ етіп, таяқша дейміз ғой, сондай тураймын. Міне бұрышын турап болдым, оны да таяқша етіп, енді шөптерін турап жатырмын. Мынау шпинат деген шөптің дәрумендік қасиеті өте зор екен. Сондықтан жиі қолдану керек енді оны. Біз өзіміз жиі қолданамыз, шөптерді көп қолданамыз. Міне мына чесночный деген дәмдеуіш. Осыны қоссаңыздар, чай қасықпен жарты қасық қана қосам. Енді осы өнімдердің бәрін бір-біріне араластырып, енді міне соевый соустан 1,5 немесе 2 қасық қосуға болады. Енді міне қойып қоямыз, бір 5-10 минут қойып қойсақ болады. Егер де асығыс емес болсаңыздар, ұзағырақ қойса, бір-біріне сіңісіп дәмді болады. Міне қымбатты көрермендер, менің жылқының қарнынан жасалған салатым дайын болды. Қымбатты көрермендер, сіздер де жасап көріңіздер. Және пікірлеріңізді жазыңыздар. Өте дәмді болады екен, мен осыменен екіншілік жасап тұрмын. Сіздерге кеңес беремін. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.